Армысыздар, ардақты ағайын, қайырлы кеш, құрметті өнер сүйер қауым. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Бүгін көк түркінің дәуірмен тілдескен қобыздың үні ғасырлар тарихын жырлайтын кеш. Бүгін әр тұлға тамсана тыңдайтын, жүректерге шабыт сыйлайтын кеш. Қорқыт атамыздың көне жолын жалғап келе жатқан, қазақтың дәстүрі мен мәдениетін ұмыт қалдырмай, еліміздің ұлы мерекесі, Қазақстан тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай ұйымдастырылып отырған Алмат Сайжанның «Хан кене» атты жеке шығармашылық кешіне қош келдіңіздер. Good evening, ladies and gentlemen. We are pleased to welcome you at our concert. We wish you to enjoy the magic music of the great step and the wonderful sounds of our ancient musical instrument, qobuz. Жылдағы жағалай ғасырлар өтсе де, жан жүректен туған әсем әуен ешқашан өшпейді. Бүгін ұрпағына ұлы мұра болып қалатын туындыларды назарларыңызға ұсынатын боламыз. В нашем ультрасовременном мире, нашпигованном техникой, слушают музыку, порой самую разную, но очень часто нам так не хватает живого, настоящего, искреннего. Чаще слушают легкую западную эстрадную музыку, но о вкусах, конечно же, не спорят. Но мы настоятельно рекомендуем оценить
то мастерство, которое будет показано на этой сцене, и взяли на себя эту смелость подарить вам истинное наслаждение настоящей народной музыки. И оценить мастерство автора-исполнителя, имя которого Алмат Сайжан. Наш концерт посвящен 25-летию независимости Республики Казахстан, объявляется открытым. Тілім деп тебіреніп, қазағым, дәстүрім деп дүрсілдеген жан жүректің иесі Алмат Сайжанды сахна төріне шақырамыз. Қорқыттың күйі қоңыр. Келесі тыңдайтындарымыз ықыластың күйі ерден.
Тілектің күйі бақсы. Қазбек Әбенов, Сыбызғы. Алмат бөлімізді ала жүріңіз, сізге деген ыстық қошемет мінекей тыңдарман қауымның атынан. Ал енді қадірменді игі жақсылар мен жайсаңдар, Алмат жайлы айтып өтсек. Ахмет Жұбанов атындағы арнайы музыка мектебінде белгілі қобызшы, ұлағатты ұстаз Әбдіманап Жұмабековтың сыныбынан дәріс алып, 2001-2005 жылдары Қазақ ұлттық музыка академиясын құлқобыз және дирижерлік мамандығы бойынша бітіріп шықты.
Жігітке жеті өнерде аз, жетпіс өнерде көп емес демекші, Алмат Сайжан 8 қырлы, бір сырлы. Сол қырының бірі шәкіртке өнеге көрсетуі. С 2007 года Алмат Сайжан является преподавателем Казанского национального университета искусств по классу Кобас. И вы по достоинству сможете оценить мастерство его студентки 2-го курса, лауреата республиканских конкурсов, которая сейчас выйдет на эту сцену. Ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға дейді. Ендеше дәл қазір біз Алматтың шәкірті Фариза Көшеғұлованы сахна төріне шақырамыз. Пожалуйста, күйі жезді. Қазақ қызы сұлулықтың сарасы, айым менен парасаттың данасы, аздыртпайтын, тоздыртпайтын өмірді, жан жүректі, тіршіліктің панасы. Бүгінгі кешіміздің қонақтары, сұлу қыздарымыз, Алматтың өнер жолындағы ғана емес, өмірдегі де достары, халықаралық конкурстарының лауреаттары Күнсұлу Тұрлыбекова және Қарагөз Гасимованың орындауында Қасым Аманжоловтың «Жас дәурен» әнін қабыл алыңыздар.
сәулем, келші сәулем аңсаған. Жас дәурен қызығына тоя алмаспын, ән мен жыр өлең сені қоя алмаспын. Жастықта тебіренейін, тербелейін, бір күні кетсем қайта оралмаспын. Жас дәурен, ризамын мен саған. Жан сәулем, келші сәулем аңсаған. Жас дәурен, ризамын мен саған. Жан сәулем, келші сәулем аңсаған. Жансина Кутубекова, Карагөз Гасимова. Сырлы сезімді әрбір қазақ аспабынан таба білген Алмат Сайжан сыбызғы мен жетігеннің үндестігінен туған қазақ халық әндерін өздеріңізге тарту етеді. Звуки народной музыки – это всякий раз глоток живой воды. Разглаживаются и добреют усталые лица, веселеют взгляды. Народная музыка словно пробуждает ото сна нашу память о предках. И сейчас мы предлагаем вам послушать созвучие двух очень древних уникальных инструментов – сыбызғы и жетігена. Для вас прозвучат казахские народные песни. Исполняют Карагөз Гасимова и Алмат Сайжан.
ай мен нұрдан таратылған нұраға, ән мен жырдан жаратылған нұраға, жалғыз өзі алатауға теңесі, жалғандағы дара тұрған мұнара. Аққу қаздың, әсем саздың сыршылы, асылдардың жасыл талдың бүршігі, талантыңа тарту үшін сыйласам, аздық етер алатаудың бір шыңы. Бұл өлең жолдарын қазақтың дара тұлғасы Нұрғиса Тілендиевтің құрметіне Серік Тұрғынбек ағамыздың арнаған өлең жолдары. Әрине, бұйыртса біздің Алматыда осы дара тұлғамыз Нұрғиса Тілендиевтің жолын жалғайды деген үміттеміз. Алар асулары алды. Ал дәл қазір сіздердің назарларыңызда Нұрғиса Тілендиевтің күйі Аққу. Сахнада Алмат Сайжан, Қарагөз Гасимова. Жаяу Мұса Естайда Дархан даламызда әулетіп жырға қосқан серілер. Сол серілердің жолын жалғап келе жатқан күміс көме жезтаңдай дәстүрлі әншіміз Ерлан Рысқалиұлдарыңызды қарсы алыңыздар. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Рамазан Елеуовтың жас қазақ әнін қабыл алыңыздар.
Келесінің бәйтін әндеріңіз әсеттің қысым еді.
көйгөк қағысын әнменен ашамын төгіліп меруерт маржан сауылдаған әридай 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 Жортарманымын жұрттан ызғымай Янымайда елес мағырлаған Жұртымның аса қызу шиынында Бүгінгі ән адыра салынбаған әридай 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 Мемлекеттік президент стипендиясының иегері Ерлан Рысқали бауырымыз. Бүгінгі кештің иесі Алмат түпсіз қорқынышын, нық сенімін, және де ыстық сезімін, жан дүниесіндегі тебіренісін, атойлаған серпінін бәрінде шығармаларында риясыз жеткізе білген композитор. Уникальный инструмент кубас сегодня звучит для вас в самых разных жанрах. И следующее авторское произведение Алмата «Элегия» родилось прошлой осенью, буквально 4 месяца назад. Прозвучит оно в дуэте с не менее талантливым молодым музыкантом и композитором, другом детства Алмата, соратником и коллегой. Это Арман Жаев, лауреат международных конкурсов. Итак, встречайте на сцене Алмат Сайжан и Арман Жаев.
Арман мен Алмат мінекей қайғылындай тепсіп, бала кезден бірге өскен достар, тіпті бір ана бір әкеден туылмаса да екеуі бір-біріне бауырдай болып кеткен. Дәл қазір өмірде ғана емес, өнерде де арман талаптары, ойлары бір жерден шығып жүрген азаматтар. И следующее произведение под названием «Сағыныш», написанное Арманом Жаем, посвящается его матери, которой, к сожалению, уже нет с нами. Алмат с особой теплотой вспоминает, как в детстве она в любое время суток встречала его с сыном и поила горячим чаем. Хочу отметить, что сегодня это произведение прозвучит впервые. Арман Жаем «Сағыныш».
Расымен де анаға деген сағыныш еш қашанда басылмаса керек. Ананың қандай ыстық алақаны, сол ыстықты аңсайды балапаны. Ананы күтуменен күн батса егер, сарғайып сағынумен таң атады. Сағыныш дерті бірақ басылама, арманның ақ қақпасы ашылама. Парызды өтеу қиын бұл жалғанда, мың тағзым алдарыңызға, асыл ана. Осы сәтті пайдалана отырып, аналарымызды, қарындастарымызды, қыз келіншектерді келе жатқан көктем мерекесімен шын жүректен құттықтап қоюға рұқсат етіңіздер. Рамазан Таймановтың әні «Қорқыт» сахна төрінде халықтың сүйікті әншісі, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Гүлнұр Оразымбетова.
Алмат Сайжан көптеген республикалық және халықаралық байқаулардың лауреаты атанып, көп жылдар бойы Әлқуат Қазақбаевтың бастамасымен елімізде тұңғыш рет құрылған Тілеп атындағы қобызшылар квартетінің белді мүшесі, әрі жеке орындаушысы ретінде өз үлесін қоса жүріп, концерттік сапарлармен Австралия, Италия, Жапония, Иордания, Түркия, ақш, Ресей, Индия, тағы және басқа көптеген мемлекеттерде гастрольдік сапармен болды. А также 3 года назад по специальному приглашению посольства Казахстана в Литве и Латвии был собран уникальный состав из лучших музыкантов столицы, который успешно дал сольные концерты в Риге и Вильнюсе. И сейчас мы с огромным удовольствием приглашаем их на эту сцену. Это Алмат Сайжан и трио Байжан. Әлқуат Қазақбаев, Сарын. Трио Байжан и Алмат очень тесно сотрудничают и работают, и уже сложился целый репертуар, 2 вещи из которого сейчас для вас прозвучат. Итак, давайте поприветствуем их. Өнерпаздарымызды қошеметпен қарсы алыңыздар. Әлқуат Қазақбаев, Сарын, Алмат Сайжан және Байжан тобы. Астана опера театрының жеке солисті, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Тарлан Дарын, IBS сыйлықтарының иегері Досжан Табылды және артист Би тобы.
және артист Бидова. Жасарал Инсепов, Аки Толғауы. Байжан тобы да алыс жақын шет елдерде қазақтың дәстүрлі ұлттық музыкасын дәріптеп жүрген өнерпаздардың бірі. Мы благодарим от всей души этот замечательный коллектив «Трио Байжан» и продолжаем наш замечательный концерт. Сейчас для вас прозвучит уникальное произведение, которое уже известно буквально всему миру. Это произведение Джеймса Ласта «Одинокий пастух», но исполнено оно будет впервые на уникальном казахском инструменте сабызға. Итак, встречайте на сцене Алмат Сайжан и двое замечательных исполнителей Амина Самарбаева и Валитбек Сиязбеков. Қарсаңыздар.
2005 жыл жаңа жылдық мерекенің лебі енді басылып келе жатқан кезде терезенің ар жағынан жапалақтап төгілген қар әсем-ақ. Осы кезде үйде отырған әкесінің замандастарынан естіген Кенесары ханның соңғы жорығы мен оның қаза табуы бір ғана түйір тарих. Алматтың ханын қыздырып, бойына жігер ұялатады. Сол жігердің жүректен орын тапқаны соншалық, алай-дүлей болып жатқан жан дүниесіндегі сырын қара қобызымен ғана бөлісті. Қаңтардың алғашқы күндері 5 сызықты нота дәптеріне түскен хан кененің тарихы осылай басталған екен. Мы с вами счастливое потомство, которое должно быть как минимум благодарным и как максимум хотя бы осведомленным о подвигах, которые совершали ради нас наши предки. Именно исторические факты вдохновили Алмата Сайжана на создание таких оркестровых произведений, как «Наубет Жылдар», посвященным репрессиям и голоду 30-х годов, и «Хан Кине», посвященному последнему походу Кенесары хана, которые исполняют лучшие оркестры Казахстана. Услышав их, сразу с головой окунаешься в прошлое и начинаешь ценить наше с вами мирное настоящее. Хочется отметить, что в прошлом году на праздновании 550-летия казахского ханства именно это произведение «Хан Кине» было исполнено уникальным составом лучших музыкантов, собранных со всего Казахстана в один единый оркестр. И оно звучало на главных площадках нашей страны. Әрине, осы орайда осы бір кереметтей шығарманы бүгін сіздер осы бір кереметтей залда тыңдай аласыздар. Ол мүмкіндік сіз бен бізге туып тұр, ардақты ағайын. Ендеше біз қазір сахна төріне Астана қаласы әкімдігінің мемлекеттік академиялық филармониясының қазақ оркестрін шақырамыз. Қабыл алыңыздар. Позвольте пригласить на эту сцену уникальный оркестр. Наш любимый оркестр. Казахский оркестр Академической государственной филармонии Акимата города Астаны. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра, заслуженный деятель Республики Казахстан. Профессор, композитор Айтхали Жаимов. Алматтың екінші әкесі десек те қателеспейміз, өйткені өзіне тәлім берген ұлағатты ұстаз, композитор, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері профессор Айтқали Жаимов та бүгін осы кешіміздің құрметті қонағы, ардақты ағайын. Ал ендеше сіздердің ыстық қошеметтеріңізбен, аялы алақандарыңыздың шапалағымен оркестрді қарсы алайық. От имени организаторов позвольте поблагодарить за содействие в организации этого концерта эти стены. Именно это заведение. Казахский национальный университет искусств в лице Айман Кожабековны Мусафаджаевой. От всей души хочу поблагодарить руководителя, художественного руководителя и генерального директора Академической государственной филармонии города Астаны Сагена Ситкалиевича Абдрахманова за предоставленные коллективы. И, конечно же, всех тех, кто участвовал сегодня в этой концертной программе. От всей души позвольте представить вам и поблагодарить моего коллегу, актера театра и кино Адиля Ахметова. Жайлы кереметті кешіміздің көркіне сән беріп тұрған белгілі жүргізуші, продюсер Жанна Обакерова. Ал ендеше біздің бүгінгі кешіміздің кереметтей шарықтау шегіне де жетіп қалдық. Өйткені дәл қазір мына киелі сахнаның төріне Астана қаласының мемлекеттік академиялық
Қазақ оркестрі шыққалы тұр. И в исполнении этих оркестров прозвучит уникальное по своему содержанию произведение «Наубет Жылдар». Также вы услышите два авторских произведения отца Алмата Аразая Сайжанова. И, конечно же, самое главное произведение нашего концерта «Хан Кене». Итак, на сцене казахский оркестр Академической государственной филармонии Акимата города Астаны. Ал енді сахна төріне біздің Алматтың әкесіндей болып кеткен әрі ұстазы, еліміздің талантты тұлғасы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері профессор Айтқали Жайымовты шақырамыз. Қайырлы кеш, құрметті ұстаздар, студенттер, қонақтар, ата-аналар. Мынау енді өздеріңіз бүгін өте тамаша бір кеште отырсыздар. Тамаша кеш өтіп жатыр. Біз оған өте қуаныштымыз. Қуанышты болатын себебіміздің бірі ол мынау Қорқыт бабамыздан келе жатқан қара қобызыны жылдан жылға дамып, ұрпақтан ұрпаққа тарап келе жатқандығы. Міне бүгін біз тамаша бір ғимаратта, тамаша атақты бір оқу орнында өнер көрсетіп жатыр жаңағы осындағы өнерпаздар. Сол Қорқыт бабамыздың қара қобызын кейінгі жалғастырып жатқан ұрпақ, талант ұрпақтың бірі мына бүгінгі кештің иесі Алмат Сайжан. Енді киелі, қасиетті қара қобыздың қасиетінде, киесінде өздеріңіз білесіздер. Соның арқасында мына көптеген ұрпақ бүгінгі мына студенттер отыр. Төмен курс студенттер кейін оқып келе жатқан, соның қадір қасиетін біліп, соны ары қарай жалғастырамыз деп үлкен өнер өлкесіне құлаш ұрып, қадам басамыз деп жатқан жас жеткіншектерге ақ жол тілейміз, жақсы тілек тілейміз. Енді Алматтың осындай үлкен талантты болу, жалпы біздің ұрпақтың талантты болуы, ең бірінші талант өздеріңіз білесіздер, Алла Тағала талант береді. Одан кейін ол талантты ұштау керек, ол үшін ізденіс керек, үлкен еңбек керек, ұяда тәрбиелену керек. Ұяда демекші, ана көрген тон пішеді, ата көрген оқ жанады демекші. Алмат осындай бір қадірлі, ел сыйлайтын отбасында дүниеге келіп тәрбиеленді. Әкесі Қарасай мырза елімізге белгілі музыкант, көрнекті дирижер, мамасы ұстаз, ғалым. Сондықтан да болу керек. Ұяда не көрсең, ұшқа да соны. Алмат бүгін мінекей үлкен бір азамат болып келе жатыр. Елге танымал қобызшы, елге танымал музыкант болды. Енді Алматтың тағы бір қасиеті, ол енді әртүрлі аспапта орындау өз алдына. Жалпы өнер адамы, нағыз өнер жалқы болмайды ғой, өздерің білесіздер. Жалқы болмайды. Нағыз өнерпаз адам 8 қырлы, 1 сырлы болады. Сондай азаматтың бірі жаңағы бүгін кештің иесі Алмат. Оның жаңағы қыл қобызды қандай тамаша орындайтын өздерің білесіздер. Сонымен қатар қазақтың басқа да сыбызғы болсын, шаңғы болсын, басқа да аспаптарын жақсы меңгерген азамат. Енді тағы бір қыры композиторлығы. Орысша айтқанда быказарага дейді. Бірден Алмат сондай көлемді, қомақты тақырыпқа баруының өзі,
Алматының ойының, дүние танымының кеңдігіне әрине сосын әкесі Қарасайға тартқандығынан деп есептейміз. Енді тағы бір қыр бүгін көресіздер, дирижерлығы. Осы ең соңында бүгін мынау оркестр 4 шығарма орындайды. Соның соңын өз Алматының өзі бітіреді, дирижер ретінде бітіреді. Оны да қазір көресіздер. Сондықтан енді Алматыға дені сау болсын дейміз, жолына гүл бітсін дейміз, табыстан табысқа жете берсін деген тілек айтамыз. Рахмет сізге. Алмат Сайжан, нәубет жылдар, орындайтын оркестр, дирижері Айтқали Жайымов.
Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері профессор Айтқали Жайымов. Алғашқы музыкалық сауатын ашып, Алматтың өнер жолында өз орнын тауып өнеге болып, өріс көрсеткен, қолдаушысы болып, қамқорлық көрсеткен жан ол біздің Алматтың әкесі Қарасай Сайжанов ағамыз. Нельзя не отметить заслуги отца Алмата, уважаемого Карасая Ахметовича. Именно по его наставлению и его стопам пошел Алмат, и Карасай Сайжанов воспитал достойного сына, и сегодня он блистает на этой сцене. Конечно же, нельзя не отметить удивительную женщину, маму Алмата, Камилю Баяхметовну, которая сейчас среди нас в этом зале. Давайте ее поприветствуем. Святые благодарны Спасибо. Сейчас прозвучит песня, посвященная именно ей. Камиля Баяхметовна, қабыл алыңыз, сізге арнайы жазылған ән Ерғожа Тілепбердиев ағамыздың сөзіне жазылған Қарасай Сайжанов әні «Ән ғұмырым». Орындайтын халықаралық байқаулардың орындары Шадира Арыстанова. Дирижер Қазақ ұлттық өнер университетінің доценті, күйші, ұстаз, композитор Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Қарасай Сайжанов.
өмірдің ортаға қайғы мұңын сыйлаған жүрегіме жан жылуын сен менің таусылмайтын бақытымсың сен менің мәңгі бітпес ән ғұмырым сен менің таусылмайтын бақытымсың сен менің мәңгі бітпес ән ғұмырым Қарасай Сәжанов, Желдірме. Алмат Сайжан, Хан Кене. Орындайтын оркестр, дирижер Алмат Сайжан.
алдарыңызда өнер көрсеткен барша өнерпаздарымызға алғысымызды білдіре отыра тағы да бір таныстырып өтейік. Арман Жайым, Күнсұлу Тұрлыбекова, Байжан тобы, Жадыра Арыстанова, Қарагөз Касимова, Академиялық мемлекеттік филармониясының Қазақ оркестрі, тележоба және көркемдік жетекшісі, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, профессор, композитор Айтқали Жайымов. Қарасай Сайжанов. Алмат Сайжанның әкесі әрқашанда баласының жеңісі бұл ата-ананың жемісі деп білеміз. Ендеше құрметті өнерсүйер қауым, төл мәдениетімізді қолдап келгендеріңіз үшін сізге де үлкен алғысымызды білдіреміз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Концертіміз өз мәресіне жетті. Алмат Сайжанды да ортаға бір шақырып қояйық. Тағы да дорогие любимые наши зрители, мы от всей души благодарим вас за то, что вы пришли сегодня и были вместе с нами, оценили это неповторимое искусство живого исполнения. И будем надеяться, что таких концертов в нашей столице и в нашей республике будет еще очень много. До новых добрых встреч! Сау болыңыздар! Сау болыңыздар, ағайын. Келесі кездескенше аман сау болайық.